Өмірімізде осындай нәрселер бар, бірақ сәтте психологиясы бұзылған адамды емдей алады. Және де сап-сау адамды псих немесе жындыға айналдыра алады. Енді факт. Сіз біздің не туралы айтып жатқанымызды түсіндіңіз. Иә, қарапайым күнделікті өмірімізде қолданатын айна туралы. Айнаға үйде ешкім жоқ, жалғызсыз. Қараңғы бөлмеде одан 1 метр қашықтықта тұрып 10 минут қарап тұрылса, ол адамда галлюцинация бөлініп, айнадағы өз түріңіз мүлдем басқа адамға ұқсап кетеді екен. Содан соң не болатынын өздеріңіз біліп тұрған шығарсыздар қараңғы бөлмеде. Достар, бүгін сіздерге айна туралы сіз білген және білмеген қызықты видеолармен бөлісетін боламыз. Видеоға лайк басып, подписаться және жандағы қоңыраушаны басып арнаға тіркеліп алыңыздар. Каналдың дамуына атсалысыңыздар достар. Мені 90% адамдар тіркелмей көреді екен. Тіркелген болсаңыздар, енді кеттік әрмен қарай. 1999 жылы март айы. Жалғыз өзі өмір сүретін 27 жастағы калифорниялық Джон Мигл жатын бөлмесіне су жаңа айна сатып алып, бөлменің қақ төріне іліп қояды. Арадан 3 күн өткен соң, түн ортасы біртүрлі түс көріп, оянып кетеді. Ояна сала көзі айнаға түседі. Қараса өз көзіне өзі сенбейді. Айнадан оған бір емес 10 шақты түсініксіз көздері мен ауыздары үлкен бір нәрселер қарап тұрады. Бұл жағдайдан қорқып кеткен Джон басқа бөлмеге қашып таңның атуын күтеді. Таң атқан соң Джон айнаны жертөлеге, подвалға апарып тығып тастайды. Арадан күндер өтеді. Арадан 3 ай өткен соң Джон таңертең ұйқыдан тұрып душ қабылдайды. Душтағы ылғал айнада мынандай жазулар пайда болады. Өтініш, айнаны орнына апарып қойыңыз. Біз сенің жай ғана ұйықтағаныңызды тамашалаймыз, күзетеміз. Саған ешқандай жамандық жасамаймыз деген жазулар. Содан соң Джон тез арада үйді ішіндегі мебельдері мен жиһаздарымен қосып үйді сатып басқа қалаға көшіп кетеді. Ендігі екінші тақырыбымыз. 2005 жылы Бостонда орын алған ерлі-зайыптылар ескі нәрселерін сатып жатқан қарт кісіден үлкен айнасын сатып алады. Ол айнаны душ қабылдайтын бөлмеге іліп қояды. Айнаның жаңа қожайындары күйеуі адвокат, әйелі медбике болып жұмыс істейді екен. Айна олардың үйінде пайда болғаннан кейін 4 күн өткеннен соң күйеуі себепсіз жоғалып кетеді. Ол жерде күйеуінен қалған 2-ақ нәрсе бар еді. Бірі үстін сүртетін сыпыратын орамалы, екінші айнада қалған саусақ іздері еді. Әйел полиция шақырады, бірақ полицейлер бұл жағдайды түсінбейді. Полиция шақырған әйелдің тағдыры да осылай аяқталған екен. Сол үшін ғалымдар, данышпандар айнаны спальня менен душқа ілуге болмайды деп ұсынады. 2004 жыл август, Лондон. Бұл жағдай әлі күнге дейін Скотланд Ярлдты ойландырып келеді. Лондонның шет жағасында Каялар отбасы өмір сүрген. 2004 жылы олардың үйінен бір қорқынышты дыбыстар менен айғай-шулар естіле бастайды. Олардың үйінен хабар алуға келген көршілері не болып жатқан түсінбей жағаларын ұстайды. Барлық бөлмелер есіктері құлыпталған, перделер жабулы, үйде ешкім жоқ. Скотланд Ярлдтың рұқсаты менен бөлмелер қарап шығарылады. Олар мына нәрсеге қатты көңіл бөлген. Каялардың отбасында барлық бөлмелерінде үлкен айналар қойылған, және олар әрбір бөлменің бұрыштарына қойылған. Ол үйге кірген адамдар айнадан өзін емес, жан-жақтан біреулер қарап тұрғандай болады екен. Достар, видео ұнаса лайк басыңыздар, келесі видеоны жіберіп алмас үшін подписаться және жанда қоңыраушаны басып арнаға тіркеліп алыңыздар. Қызықты және пайдалы ақпаратты Мейрамбек Жарман каналынан ғана көре аласыздар. Сау болыңыздар достар.